Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз қолдан жасалған инкубатор жайлы өрбімек. Яки қаншама уақыттан бері мен өзімнің қолдан жасап жатқан инкубаторымды аяқтадым. Соңғы 3 күн тест режимінде тұр, тексеріс режимінде, яки температурасының айырмашылығы қандай астыңғы жағы мен үстіңгі жағының, ылғалдылықты қалай сақтап тұр, қалай жұмыс істеп тұр, терморегулятор қалай жұмыс істеп тұр, соның барлығын тексеріп жатырмыз. Қазір алдымен инкубатор жайлы қысқаша айтып, қысқаша көрсетіп өтетін болам. Одан кейін инкубатордың жалпы қалай жасалуын толық талдайтын боламыз. Каналымыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше қолдан жасалған толық автоматты инкубаторымызды қысқаша талдауға кірісейік. Бірінші, бұл инкубаторды жасауға қолданылған XM18 контроллері. Келесі кезекте жұмыртқаны шайқауға арналған механизм. Бұл механизмді жасауға қолданылған 12-12 профтруба, 25-25 угольник және гипсокартонмен жұмыс істеуге арналған направляющий профильдер. Және де қазақстандық сайттардан сатып алынған аударуға арналған қозғалтқышы двигатель және велосипедтің шынжыры. Келесі кезекте қолданылған ылғалдандырғыш ретінде вентилятор арнайы қолданылды. Мынау ішіндегі ауаны алмастыруға вентилятор қолданылды, 100-дік трубаға арналған. Және негізгі қыздырғыш элементіне углеродты шнурмен 125-дік трубаға арналған вентилятор қолданылды. Бұл инкубаторды жасауға неге тоңазытқыштың сырты пайдаланылды деген сұрақ. Тоңазытқыштың сырты дайын корпус. Ауа өткізбейді, суықты сырттан ішке кіргізбейді, ыстықты сыртқа шығармайды. Сондықтан каркасына ақша жұмсамас үшін осындай арзан және тиімді тоңазытқыш қолданылды. Ал ендеше толық автоматты қолдан жасалған инкубаторымызды толықтай талдауға кірісейік. Ең алдымен жасалған элементтер қандай принциппен жасалды және де оған қаншама қаражат кеткен жайлы айтып өтетін боламын. Бірінші, бұл инкубаторға арнайы жасалған жұмыртқаны шайқауға арналған механизм. Бұл механизмнің негізгі каркасы екі жаны және үстіндегі нығайтқыш направляющий нығайтқыштары базардан сатып алынған профтруба мен угольниктен жасалды. Қазақстандық asiafirma.kz сайтынан алынған қозғалтқыш және мынау қозғалтқыштың жұмысын тоқтататын концевик деген нәрселер. Осы 3 элемент asiafirma.kz сайтынан сатып алынған. Видеоның астына сілтемесін міндетті түрде қалдырамын. Және қалған элементтері мынау үйде ремонт жасап жатқаннан қалған гипсокартонмен жұмыс істеуге арналған направляющий профиль. Профиль, 4-бұрыш профиль, бір жақ қыры ішке қарай майыстырылады да, угольник сияқты болғаннан кейін онымен ары қарай жұмыс істеу ыңғайлы. 4-бұрышты қалдырып, дәл латок сиятындай дайындап қоюға болады. Мынау механизмді жақындатып көрсетсеңіз, мінекей мынау концевиктер тұратын жерлері барлығы осы гипсокартонмен жұмыс істеуге арналған направляющий профильден жасалды. Келесі кезекте XM18 контроллері. XM18 контроллерінің үстіңгі жағындағы 33-8 және 37 деп тұрған қазіргі температурасы мен қазіргі ылғалдылығы. Астыңғы екі көрсеткіш қажетті температура мен қажетті ылғалдылық. Бұл XM18 контроллерінің баптаулары жайлы, XM18 контроллерін орнату және іске қосу жайлы жеке видео болатын болады. Оны кейін каналымыздан тамашалай аласыздар. Келесі кезекте
Инкубатордың қыздырғыш элементі және ауа алмасуы қалай іске асады? Қыздырғыш элементі ең алдымен 125-тік трубаға арналған қарапайым вентиляциялық және сантехникалық вентилятордан жасалған. Және де мекемелерде интернет желісін жүргізетін кабель каналдардан осындай қорап жасалып, қыздырғыш элемент дайындалды. Қыздырғыш элементі қандай принциппен жасалды дегенге мынандай жауап аласыздар. Мінекей. Кабель каналдың жанынан екі тесік тесіліп, ПВХ труба өткізілді. Және де қыздырғыш кабель сол екі трубаға оралып бекітілді де, осы вентилятордан тартып алынған ауа екіге бөлініп, осы екі кабель канал арқылы өтіп, астыңғы жағынан жылы ауа болып инкубатордың астына тарайды. Келесі кезек ылғалдандырғыш. Ылғалдандырғыш өте қарапайым. Ылғалдандырғышқа әкелінген мынандай кабель және канистраның түбі. Мынандай вентилятордың көмегімен жасалған. Назар аударыңыздар, вентилятор 1976 жылғы. Қазіргі кезде өте тамаша жұмыс істеп тұр, қызметін өте жақсы атқарып тұр. Осындай принциппен бұл инкубатордың ылғалдануы іске асады. Астыңғы жағынан ауа кіруге екі тесік тесілді. Бұл жерден таза ауа ішке кіреді. Және үстіңгі жағынан тағы да сол 100-дік трубаға арналған вентилятор арқылы контроллер команда берген кезде, контроллер тапсырма берген кезде бұл жерден инкубатордың ішіндегі көмірқышқыл газымен байытылған, көмірқышқыл газына толы ауа сыртқа тасталады да, оттегімен байытылған ауа астыңғы жақтан ішке кіреді. Және мысалға бірінші 10 күндігінде, бірінші бір апталығында жұмыртқаларға мысалға ауа алмасу керек болмаған кезде бұлай жауып тастауға болады. Қажет болсаңыз, толық ашып қоясыз. Қазіргі баптаулары бойынша бұл инкубатордың ауасы күніне 2 рет 10 минуттан вентилятор қосылып алмасып тұрады. Мінекей сыртынан көрсетейін. Мынандай вентилятор. Міне жабылды, ашылды. Осындай принциппен жұмыс істейді. Жалпы инкубатордың жұмыс істеу принциптерімен және мынау туралы айтуды ұмытып кеттім. Бұл жаңа ғана сіздерге көрсеткенімдей жұмыртқаны шайқау механизмінің кабельдері. Келетін екі сарысым оң жаққа аудару мен сол жаққа аудару, ортасындағысы масса. Мінекей мынандай принцип арқылы тез алынады вентиляторымыз, және қажет болса тез алмастырылады да іске қосылады. Бұл да осы қазақстандық сайттардан алынған клемниктер. Назар аударыңыздар, бұл элементтердің барлығы 220 вольтпен жұмыс істейді. Жалпы XM18 контроллері кіріс кернеулігі 220 вольт болса, барлық элементтері 220 вольтпен жұмыс істеу керек. Кейбір қолдан жасап ойлап табушылар XM18 контроллерін 12 вольтпен жұмыс істетіп жүргенін көрдім.
Ол туралы біз кейінірек алла бұйыртса болашақта әңгімелесетін боламыз. Сосын жақындайсың. Ендеше келесі кезекте ардақты ағайын, бүгінгі қолдан жасалған инкубаторымыз бірнеше күннен бері тесттік режимде жұмыс істеді. Температурасының астыңғы жағы мен үстіңгі жағындағы айырмашылығы контроллердің температурадағы қателіктердің барлығын ескеріп, бүгін алғашқы тесттік жұмыртқаларымызды салайын деп отырмыз. Мынау Қарағандыдағы танысым каналымның жазылушыларының бірі, тұрақты түрдегі көрерменім, осы Қарағандыдағы сыйлы ағамыз өзін жасырын қалғанын қалады. Дегенмен менің қолдан жасалған инкубаторымды қолдап, осы проектті қолдап, маған 30 тауықтың жұмыртқасын және техастық породадағы 25 бөдененің жұмыртқасын сыйға тартты. Ендеше сіздермен бірге бисмилля деп жұмыртқаларымызды инкубацияға салайық. Мінекей мынандай принциппен жұмыртқалар орналасады. Орнына жақсы тоқтады. Және де мынау әр жұмыртқаның үстіне жақындатып мынандай термометр, гигрометрлерді орналастырамыз. Бөдененің жұмыртқасының қасына міндетті түрде бір датчик, тауықтың жұмыртқасының қасына келесі датчигімізді орналастырып, біз бұл жұмыртқалардың қалай салқындап, қалай жылынып тұрғанын бақылай алатын боламыз. Жұмыртқаларымызға датчиктерді орнаттық. Ал инкубаторымыз жабуға дайын. Келесі кезекте барлығыңызды алаңдататын, елеңдететін бір сұраққа жауап бергім келіп тұр. Инкубатордың өзіндік құны қанша шықты? Ең алдымен Қытайдан алдырған XM18 контроллері 15 000 теңгені құрады. Келесі кезекте сол контроллермен бірге қыздырғыш кабель алдым. Екі кабель 110 омдық 10 метрлік екі кабель 1500 теңгеден 3000 теңге құрады. Вентиляторлар 3 вентилятор, біреу 3200, екіншісі 100-дік 2200 және 1976 жылғы вентиляторымыз 300 теңге құрады. Концевиктер мен шынжыр 2000 теңгенің шамасында болды. Одан кейін алған вентилятордың сыртқы решеткасы 100-дік трубадан 125-дік трубаға переходник екеуі қосылып 1000 теңгенің шамасын құрады. Қозғалтқыш 5000 теңгенің шамасында болды. Және базардан сатып алынған профтруба мен угольниктарға 5000 теңге кетті. Қалған соқ-түйек материалдар болты, гайка, оның барлығына көп ақша кеткен жоқ. Басым көпшілігі өзімнің қолда бар материалдарымды қолдандым. Сонымен инкубаторымның өзіндік құны жуық шамамен 36 000 теңге мен 40 000 теңгенің арасын құрады. Біздің каналымыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта мынау салынған жұмыртқаларының инкубациясы қалай өтіп жатыр, бұл жұмыртқаларды қалай абостоктан өткізу керек, қалай ұрықтанғанын, ұрықтанбағанын ажыратып білу керек, сол жайлы видеолар. Және де мысалға 17 күннен кейін бұйыртса бөдененің жұмыртқасы
21 күннен кейін бұйыртса тауықтың жұмыртқасы жарылып шығады. Соларға біз тұратын орын, брудер клеткаларын дайындауымыз керек. Сол жайында тағы да видеолар бола жатады. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп, үйренсін деп салып жатқан ақпараттар легі осындай. Қош, сау болыңыздар. Сіз әлі осындасыз ба? Сіз әлі мені тыңдап отырсыз ба? Бауырларым, ағаларым, сіздерге бір өтініш айтқым келіп тұр. Мынау біздің балаларымыз, өскелең ұрпағымыз. Мынау қолымыздағы қалтафон мен осының ішіндегі YouTube қосымшасынан тәрбие алып жатыр. Ойланайық. Әрқайсымыз бір бизнеспен айналсайық, бір шаруашылықпен айналсайық. Я болмаса бір жақсы ойымыз болсын. Солардың барлығын видео қылып түсіріп YouTube'қа салайықшы. Қазақ тіліндегі, YouTube әлеміндегі қазақ тіліндегі сапалы контентті көбейтуге әрқайсымыз өз үлесімізді қосайық. Өз ұрпағымызды өзіміз тәрбиелейік. Қазақтың жанашыры қазақ қана. Бір-бірімізге қамқор болайық ағайын. Сіздермен болған қарапайым қазақтың баласы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар.